имамға уйығанда арттағылар рүкүдө, сәждада ат-тахият, салават, дуаны, сананы айтабыз бы? Қайсыларды айтабыз имамға уйығанда? Же қайсыларды айтпайбыз? Мындай, имамға уйығанда өтө жақсы тура бердіңіз. Бүгін коомчулуктачы имамға уйығанда құлақ қағат Аллаху акбар деп айтпайды. Өзі оқығанда Аллаху акбар деп айтады. Имамға уйығанда кел, мындай қылып қойды, тұра береді. А уже мен намазға кірдім деп ойлайды оқшайды. Андай емес. Бірінші такбир бұл фарзы айн. Ат-такбиратул ула, бірінші такбир бұл фарз. Егер антим айтпай қойсаңыз, анда сіз намазға кірген болып есептелбейсіз, намаз болмай алады. Демек, бірінші Аллаху акбарды айтыңыз, өзіңіз уға тұрғандай. Так. Қолды байлайсыз. Қолды байлағанда, қолды байлап тұрып. Субханак Аллахумманы оқып қойасыздар, бүтті. Аузын оқыбайсыз, бисмиллахны оқыбайсыз, фатиханы оқыбайсыз. Егерде имам бағымдатты, шамды, құптанды оқып, вала далин десе, анда аминді ішіңізден айтасыз. Аминді айтасыз. Бірақ ішіңізден айтасыз. Замсүрені оқыбайсыз. Çünkü rüküge varganda Allahu akbar degende siz de içinizden Allahu akbar da aytasız. Rükü vargandan keyin içinizden Subhana rabbiyal azim bunu okuysunuz. İmam Semiyallah liman hamida degende ana aytpaysız, siz Rabbana lekal hamd aytasız. Sajdaga varganda içinizden Allahu akbar da aytasız. Bu at-takbiratul intiqaliyya dep koyat. Bu bir rükünden iki rükünge ötken takbirler var go, bu sünnet. Birinci takbir farz. Düşündük mü? Andan keyin sajdaga varganda Subhana rabbiyal a'la aytasız. At-tahiyatты okuysunuz, salavatты okuysunuz. Çünkü de oldu. Siz demek neyini okuyasınız? Ağzını okuyasınız, Bismillah'ını okuyasınız, Fatiha'nı okuyasınız, Zamsüreni okuyasınız. Kalgan bardığın salam bergende salam aytasınız. Assalamu aleykum, assalamu aleykum. Çünkü